Армысыздар ағайындар, қалдарыңыз қалай? Жалпы бізде жұмыста мынандай жағдай болды. Қазір Алмада Готэм фермасында істеп жатырмыз ғой. Fruitful Jobs-тан бізге комиссия келді. Енді ондай комиссия өзі жұмыс орындарына барып тұрады, тексереді. Өйткені Fruitful Jobs Agri-HR екеуі бір ғой. Бұлар жұмысшылардың жағдайын тексеріп тұрады. Бізге келді, жұмыс жайлы сұрады, ақшасын уақытылы төлеп жатыр ма, барлығы жақсы ма, сағаттар қанша сағаттан істеп жатсыздар, вайзерлар жақсы ма, каравандар қалай, барлығын сұрады, айттық, бәрі жақсы, бәрі норма, ең бастысы жұмыс бар, ақшасын төлейді. Жалпы бізде мынандай сұрақ болған, Алан Хилл фармда істеген әрбір адамдарға арналады, әрбір адамға. Алан Хилл фармда істеген Шотландияда. Енді ол фермамыз біздің заңды түрде ресми жабылып қалды, ол ферма. 2026-тан бастап бұлар құлпынай өсірмейді уже. Тек қана егін шаруашылығымен айналысады. Сол сұрақты қойды, олар біледі екен. Бірден айтты бізге, Алан Хилл фарм, ол жабылды официально деді. Енді ол біздің кінәміз емес. Жұмысшылардың кінәсі жоқ екен ол жерде. Онсыз да біздің кінәміз жоқ. Бұл ферма басшылығынан осындай хабар келіп, осылай ресми жабылған. Енді біз сұрадық, ол жерде істеген 500 адам не істейді? Енді 500 адам қайда барамыз? Біз келесі жыл 2026-та біздің коридорымыз өзгере ма деген сұрақтар қойдық. Жалпы ол сұраққа былай жауап берді. Осы істеген 400-500 адамды бұлар әртүрлі фермаларға бөліп, 15 адамды мына жаққа, 100 адамды мына жаққа, 20 адамды мына жаққа, мына фермаға, әртүрлі фермаға, Алан Хиллде істеген әрбір адамды әртүрлі фермаларға орналастырады. Біреулер пахаузға түсуі мүмкін, біреулер капустаға түсуі мүмкін, мына Готэмге келуі мүмкін көп адамдар. Сол үшінде ағайындар Алан Хиллде істеген және осындай фермасы жабылып қалған официально ресми түрде адамдар болатын болса, уайымдамаңыздар. Fruitful Jobs, мысалы біздің оператор, олар сөз берді, жұмыс тауып береді екен, соны қарастырып жатыр. Қазір сол жайлы оларда жиналыста болады екен осы қыста. В общем, жұмыссыз қалмаймыз деген әңгіме. 2026-та жаңа приключение дейді ғой. Бастаймыз жаңадан, жаңа фермаға түсеміз, қайтадан ол жерде жұмыс істейміз. Ең бастысы ол жерде, барлық жерде ставка бірдей. Мүмкін одан да жақсы фермаға түсерміз, кім біледі. Сол үшін де уайымдайтын жағдай жоқ. Осыған дейін уайымдап жүргенбіз, не болады деп. Fruitful Jobs-тан как раз комиссия келді, соған сұрақты тікелей қойдым. Осылай жауап берді. Әрбір істеген адамды әртүрлі фермаларға лақтырады, орналастырады. 15 адам мына ферма, құлпынай фермасына, 15-20 адамды алма фермасына, 30 адамды капуста, мысалы, әртүрлі. Енді қай жаққа түсет, көреміз, карта қалай, как карта ляжет дейді ғой, көреміз енді. Бұйырғаны, ең бастысы жұмыс бар, бәрі жақсы. Алма фермасы да өз аяғына жетіп жатыр, жазы қалды жұмыс. В общем, солай жақсы жаңалық ағайындар. 2026 Алан Хиллде істеген әрбір адам уайымдамасын. Даже бірінші жыл істеп жатқан адамдарға да ол жақтағы жұмыс тауып береді. Ең бастысы заңды бұзбай осы жерден шығып кетуіміз керек уақытында. Барлықтарыңызға сәттілік, фермада істеп жүрген ағайындарға денсаулық, сабыр және сәттілік тілеймін ағайындар. Ауырмаңыздар, денсаулық болсын. Шетелге шығайық, жұмыс істейік, дамиық ағайындар. Қазақ жалқау емес, жалқау болмаған ешқашан ағайын. Қазақ қазаққа дұшпан болмасын, жалпы адам адамға дұшпан болмасын ағайындар. Сол кезде ғана қоғам өзгереді. Тағы бір арманым бар. Мына Қазақстанда жалпы есенгі мемлекеттерінде төменгі жалақы өсе екен. Төменгі жалақы өспей, ештеңе айта алмаймын. Төменгі жалақы өсу керек. Төменгі жалақы өсу керек максимальный вариантқа. Осы Британияға 4 жыл, Шотландияға 4 жыл қойын келіп жүргенімізге. Сұйық майдың бағасын көрдім. Әлі сол баға. Бір тефаль тұрған, 8 фунт қалдым. 4 жылдан кейін алдында тағы алдық. Жыл сайын аламыз ғой, сол баға өзгермеген. Тағы бір продуктларды көрдім, өспеген баға, 4 жыл бойы сол тариф, 4 жыл бойы сол тариф телефонда. Мысалы 10 фунтқа 30 гигабайт, енді әртүрлі ғой, менікі бары. Тариф өспеген, сол баға барлығы. 4 жылда бір өзгеріс жоқ.
бірақ айлық кішкене өсті бізде. Бірақ продукты азық түлік өспеген ағайындар. Сол баға сақталып тұр. Керемет емес пе ағайын? Осы күнге қашан жетеміз? Осы күнге бірге жетейік ағайындар. Шетелге шығайық. Жұмыс істейік, заңды түрде жұмыс істейік ағайындар. Қазақ жалқау емес ағайындар.